Ақта. Бірақ мен оның қызы Шиламын. Баяғыда жоғалып кеткен. Шаманың қызы жоқ. Ол өзінің дауысы секілді сондай әдемі. Жарайды, ол мұндай емес. Ол кеше сапарға шығып кетті. Сапарға? Иә, ол Нілдің бойымен қайықпен серуендеуге кетті. Ендеше ол қайта оралғанға дейін оның бөлмесінде күте тұрайын. Мұнда кіруге рұқсат жоқ. Ана даудың бәрі менің тәбетімді құртып жібере жаздады. Бірақ менде оңай емеспін. Саған көп рахмет, менің өмірімді сақтап қалдың. Оқасы жоқ, мырза. Сен бұл жақтан емессің, солай ма? Жоқ, мен Венециядан келдім. Неткен сәйкестік, мен де Венециядамын. Өзімді таныстыруға рұқсат ет, капитан Барнабас. Қаласаң менімен бірге теңізге шыға аласың. Үйге? Сен секілді күшті әрі ержүрек теңізшіні ертіп жүретін едім. Өте қиын жағдайға иек артатын сенімді серігім боласың. Венеция. Арналар. Анамның тамағы. Біз күн бата жолға шығамыз. Бірақ жолға шыққанға дейін қаладағы танымал әншіні көру бақыты бұйырады деп үміттенемін. Шаман айтасың ба? Ол түске дейін қайықпен кеткен сапарынан оралуы мүмкін. Ол сапарға шығып кетті ме? Ей, тоқтатыңдар ананы! Айтқандарың болсын. Қалға түсерсің бәлем. Мен кешірім өтінем, бірақ Венецияға сосын барам. Ана жаққа көмегім керек. Кіруге болмайды дегені жетеді. Мені ештеңе тоқтата алмайды.